Менің есімім Ясмин. Жасым 13-те. Астанадан Жұлдызайдан бірінші орын алдым. Мен Мойынқұм ауданы Жамбыл облысынан келдім. 5 күнде бәйтеректі көріп, тағы басқа нәрселер, көрмеген нәрселерімді көргім келеді. Достар тапқым келеді. Үлкен концертте жақсы өтеді деп ойлаймын. Барлығына сәттілік тілеймін. This is a place where I don't feel alone. Біз Жұлдызай бағдарламасы жайлы бұрын естімегенбіз, білмегенбіз де. Келінім Ясминнің мамасы Құралай Ясминнің биін ютубқа салған, сол жақтан заявка тастаған, сол жақтан Ясминді таңдап, Ясмин бірінші орын алды деп естігенде бәріміз қуандық. Ясмин өзі мектепте биге қатысып жүретін. Сол мектептен тағы да бір соңғы биінде бір қатысқан кезде Жұлдызайдың алдында. Оның бірінші орын алып тұрып, бірақ бірінші орын берілмеді, өйткені оның жасы жетпей тұр екен. Бұның жасы 13-те ғой, ал ол жерде 15-16 жастан қатысатын қыздар екен, оқушылар. Сондықтан бұл орын ала алмай қалды, настроениясы болмай қайтты районның несіне. Одан кейін биін алды да ютубқа салып, осы Жұлдызайға салып заявка тастап еді. Содан бірінші орын алды дегенді естіп, қуандық. Сөйтіп Жұлдызай бағдарламасына түстік. Енді болашақтан күтеміз, Ясмин бұдан да жоғары жетістіктерге жетеді деген үміттеміз. Фестивальдан сол Ясминді енді негізі тек қана би емес, бұл Ясминнің өзінің табиғатта болмысын ашады деп күтеміз. Өзі биге де жақын, таланты ашылады деген оймен, болашақта жарқын, жақсы жетістіктерге жетеді деген ойдамыз. Жақсы үміттеріміз жақсы енді. Гала концерттен Ясминнің бірінші орын алғанын күтеміз. Бұрын естімегенбіз, енді біліп жатыр. Осы Ясминнің бірінші орын алғаны арқылы біз Жұлдызай бағдарламасын білдік. Бірақ өте жақсы бағдарлама екен. Мен бүгін мысалы үшін Ясминді кеше шығып, олар Астанадан қазір келіп, бәрін қарсы алып күтіп жатыр ғой. Бұрын бұндай бізде Қазақстанда бағдарлама бар екен білмедім де, бірақ енді көріп жатырмын. Осындай балаларға бұндай бағдарлама бар екен, өте жақсы, тамаша. Балаларға көптеген мүмкіндік береді. Әр баланың өзінің жетістікке жетуіне көп пайдасы тиеді деп ойлаймын. Потому что балалардың кішкене кейбір балалардың мүмкіндігі шектеулі ғой. Өйткені бір балалардың әр жерінде науқастығы бар деген сияқты. Бірақ әр бала өзінің талантын ашып, үлкен жетістіктерге жетеді деген ойдамын. Оны да көріп отырмын. Мен басында ойлағам, олай болады деп ойлаған жоқпын. Әр ата-ана өз қалтасынан шығарып алып барады деп ойлағанбыз. Сөйтсек олай емес екен. Бүкіл жолынан бастап тамағына дейін жатақханасын, әрбір жүру жолы бәрінде қамтамасыз еткен екен. Ол өте жақсы ойлап табылған нәрсе. Сол үшін тек рахметімді айтамын. Енді және де бүгінгі мына неге қатысып жатқан балалардың бәріне сәттілік тілеймін. Әрбір бала бәрінің де ойы бірінші орын алуда. Бірақ бұл жерде тек қана бірінші орындаған емес, главный қатысқан адамның. Мен Ясмин Рысқұлдың тәтесі болам. Ясмин Рысқұл менің інімнің қызы. Мен өзім Алматыдан осы Ясминге жанында жүріп, қолдау көрсетейін деп келдім. Ясмин Жамбыл облысы Мойынқұм ауданынан Қарабөгет ауылынан келді. Сәттілік тілеймін.